Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Қанбаева Айнұр Сейтқалымқызы. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, мына экранда көрсетілген суреттерге қарап, бүгінгі тақырыбымыз не туралы болмақ? Соны ойланып көріңіздер. Әрине, суретке қарап сіздер бірден 1970 жылы Есік қорғанынан табылған алтын адам жәдігерін жазбай таныдыңыздар. Әрине, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сақта тақырыбы болмақ. Яғни сабақтың тақырыбы Шахимардин Құсайыновтың Томирис драмасы. Сабақтың мақсаты Шахимардин Құсайынов өмірі мен шығармашылығын меңгерту, драма туралы ақпарат беру, өз ойын, идеясын ашық айта білуге, пікір алмаса алуға тәрбиелеу, басты кейіпкер бейнесі арқылы студенттердің бойында туған халқын сүюге, қастерлеуге тәрбиелеу. Енді құрметті білім алушылар, шығарма авторы Шахимардин Құсайынов туралы мына бір деректерге назар аударайық. Кейбір деректерде Шаяхмет Құсайынов, кейбір деректерде Шахимардин Құсайынов деп беріледі. Ол 1952 жылы 6 сәуірде Қарағанды қаласында дүниеге келген. Ең алғаш медициналық білім алып, медицина саласында жұмыс жасаған. Кейін 1980-1988 жылдары Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдеби институтының драматургия факультетінде оқыған. Қазіргі таңда Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры қызметін атқарады. Ең бастысы, қазақ тарихында оның аты «Балкон», «Балалық шағымның аспаны» фильмдерімен мәшһүр екенін айта кету керек. Ал енді автордың Томирис драмасы 2 бөлімді 9 көріністі үлкен шығарма. Құрметті білім алушыларым, енді Томирис драмасының кейіпкерлерімен таныс болыңыздар. Басты кейіпкеріміз Томирис ханшайым, яғни белгілі сақ патшайымы. Кир патша, Парсы патшасы, Спаргапис бекзада, яғни басты кейіпкер Томиристің ұлы, Балқаш Томиристің күйеуі Сардар. Март Парсы патшасы Кир патшасының кеңесшісі. Елес кемпір, яғни жәдігөй кемпір, сәуегей балгер кемпір. Ардашир массагеттердің көсемі. Амага Сармат патшайымы, яғни бірнеше көсемдер, сол сақ әскер. Енді шығарманың сюжеттік композициялық құрылымына көз жүгіртейік. Оқиғаның басталуы Елес кемпірдің көк тәңірісімен болған монологынан басталады. Елес кемпір көк тәңіріне жер жаһанды жаратқан үшін алғыс айта отырып, неге осынау кең дүниеге адамзатты жібердің деп көңіліне сұрайды. Өйткені көк тәңірісі махаббат деген сезімді де сыйлаған болатын. Ал Елес кемпірдің айтуынша, адам баласы махаббатты тек қана ыстық сезім деп емес, кейбір кезде азап, кейбір кезде ажал, тіпті кейбір кезде арсыздық деп те қабылдайтындығын айтады. Осыған дәлел ретінде шығармадағы массагеттердің көсемі ел үшін емес, жер маған мансап керек, байлық керек дейтін дүние қоңыз Ардаширді және бүкіл жер жаһанды жаулап табанымның астына илесем деген парсылардың патшасы Кирда көрініс беретінін айта кетейік. Оқиғаның байланысына келетін болсақ,
Оқиға байланысында Спаргапис анасының шатырына келіп, өзінің бай патшалығының тағын көксеп жүргендігін айтады. Анасынан көмек сұрайды. Сол кезде анасы оған: «Қырық рулы ел едік, бірақ шатырымыз бір. Әкем марқұм қайтыс боларында маған семсерін бере отырып, елдің тыныштығын, ынтымағын сақта деп аманат еткен еді. Егер аманатты ұмытсақ, бұл қардың ісі» деп айтады. Және сол заманның тақ қуатын емес, мына түстіктен келе жатқан Кир патшасының айла амалынан, қаһарынан қалайда сақтарды аман алып қалу керектігін айтады. Ал енді оқиғаның дамуы түстіктегі елдің бәрін жайлап, дариядан өтіп, сақтарды да өзіне бағындырам деген Қызылбастардың патшасы Кирдің мәліметін естіген Томирис өз еліне қалмай, Шұғыла деген атпен елші болып аттануы, көркімен Кирді баулап алуы және алақанды кесіп жіберіп, екеуі де алақаннан аққан қанды бір құтыға тоғыстырып, қан байласуы, яғни олардың сезімдерінің оянуы шығарманың ерекше бір даму кезеңі болатын. Ал оқиғаның шиеленісуі шайқас даласында суреттеледі. Ол шайқас алаңында Спаргаписті әкесі Балқашта бар еді. Бірақ өкінішке орай, ішінде қан қатқан, билікті аңсаған Ардашер Спаргаписті әкесі мен анасына айдап салады. Сол себептен де Спаргапис парсы әскерімен болып жатқан шайқаста майдан даласын тастап, сатқындықпен кейін шегінеді. Мұны көрген басқа сақ әскербасылары мұның өлім дегенді айтады. Баласына жаны ашыған Томирис елден кетуін сұрайды. Бірақ елден кеткісі келмеген Спаргапис сол жерде әкесінің қылышын алып, өзіне өзі жаза қолданады. Бұл шығарманың шиеленісуі. Ардашердің атқан улы оғынан уланған Балқаш әлсіреп, өлім аузында болады. Алайда ол Кирдің өлі денесін Томиристің алдына келіп, өзі де өлім құшады. Шығарма осылай аяқталады. Томирис атақты Қызылбастардың патшасы Кирді жеңіп, оның басын қан толтырған меске салып, парсы еліне қайтарып жібереді. Шығарма осылай аяқталады. Енді білім алушылар, сіздерге мынадай тапсырма. Шығармадағы жалпы адамзаттық құндылықтарды анықтаңыздар. Мына жерде шығармадан үзінді алынған. Осы үзінділерден қандай құндылықты анықтайсыз? Жусан жер қайысқан қалыңсақ. Біз көк аспанның астында, көз жетпейтін далада еркін өскен елміз. Егер тамырымыз жұлынса, бізде қурап жоқ боламыз. Бізді құлқып ұстау қиын, тұяқ астында тапталмайтын тәкаппар жұртпыз. Патшалардың патшасы, саған қонған шөптің не қажеті бар? Елес, яғни Томирис драмасының соңында Елес балгер сәуегей кемпір мен Томиристің диалогы. Елес: балаңды құрбандыққа шалдың,
байыңды құрбандыққа шалдың. Сүйгеніңнің басын алдың. Өзің ғана қалдың. Өзіңе не қалды? Дейді. Томирис, сақ деген ел қалған жоқ па? Сақтың сары даласы жер қалған жоқ па? Жауап береді. Осы екі үзіндіден қандай адамзат құндылығын байқадыңыздар? Әрине, бірінші үзіндіде бостандық, еркіндік, ел тыныштығы жайлы айтылса, екінші үзіндіде ар-ождан, парыз құндылығы сөз болады. Келесі көрсетілген суреттер арқылы шығарманың идеясын анықтаңыз. Суретте не көріп тұрсыз? Әрине, суретте бәрі айдан анық. Бұл шығарманың басты идеясы көк аспанның астын, көз жетпейтін сары даланы мекен еткен сақтардың кеудесін ешкімге таптатпаған жауынгерлік ерлігі мен өрлігін дәріптеп, өскелең ұрпаққа үлгі ету. Ал енді, құрметті білім алушыларым, сіздерге үйге берілетін тапсырма Шахимардан Құсайыновтың Томирис пьесасының идеясын жалпы адамзаттық құндылық тұрғысынан талдап, Томиристің ел бостандығы үшін өз сезімінен бас тартқандығы дұрыс па деген тақырыпта әдеби дәлелдеме эссе жазыңыз. Келесі кездескен